Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін алгебра сабағы. Бүгінгі сабақта алгебралық өрнектер типі тең түргендіру тақырыбына есептер шығаруды жалғастырамыз. Мұндағы сабағымыздың мақсаты алгебралық өрнектерді типі тең түргендіруге есептер шығаруды меңгерту. Сабақты бастамастан алдын біз топқа бөліп аламыз. Ол үшін мына тақтада көріп отырғандарындай қоңыздар бар. Міне осы қоңыздар арқылы топқа бөлінеміз. Ол үшін мұндағы қоңыздарды кезектен келіп аламыздар, қанатын ашса, қанатын астын сан шығады. Яғни 3 деген цифр шықса, 3-ші топқа, 2 деген цифр шықса, 2-ші топқа, 1 деген сан шықса, 1-ші топқа келіп жайғасамыз. Олай болса, балдар қазір екі қатардан сыныбымыздың соңғы жағында тұра қойыңыздар қазір. Келіңіздер, жерден қолыңызды таңдап алайық. Келе беріңіздер. Что? Oldu. Kıyasa benzer. Kolumuzu alıp kanatlaşan, kanday sıfır çıksa, sol topla gelip jaygasamiz. Başlayınız. Yeniden her toptan top başlığını sayalım olayım. Karış top başlığını sayalım. Arıcan'da. Top başlığı arıcan болады. Екінші топта. Жан саянса, үшінші топ. Жақсы болды. Олай болса, топ başlığының алдында қараңыздар, бақылау парағы деген белгіні көріп отырсыздар ма? Міне сол бақылау парағына әрбір оқушының бағалауды қадағалап отырасыздар. Және сонымен қатар мынау не қалды? Транспортер көрсетті. Бүгінгі сабақта бұл транспортер бағалау транспортер деген қызметін атқарады. Яғни әрбір шығарылған есепке бағалау беру кезінде 0-ден 10-ға дейінгі бағалау жүйесі берілген шкаласы. Міне соған әрқайсысына жеке-жеке бір-бірден таратып беремін. Шығарған есептеріңізге қарай бағалау жүргізесіздер. Бір есеп шығасаңыз, 1 балл, 2 есепті шығасаңыз, 2 балл деген сияқты. Ал топ басшымыз әр оқушының, тобымызда оқушыларымыздың әділ бағалап атқанын қадағалап та отырасыздар. Бірінші топта бір-бірін бағалау трансферін алыңыздар. Өз еріктеріңіз қайсысын алсаңыздар. Екінші топ бағалау трансферін аламыз. Жақсы. Үшінші топ. Бағалау трансферін алып па? Жақсы топқа бөлінді, бағалау трансферін алып алып. Енді үй тапсырмасын орындап келдік па? Үй тапсырмасын орындап келсек, қазір дәптерлерімізді алмастырайық. Сағат тіліне бағыт бойынша дәптерлерімізді алмастырайық. Дәптерлерімізді алмастырып болсаңыздар, үй жұмысының тапсырмасын жауаптарымен теріп қойған. Тамызды ма? Осыдан қарап отырып, қасындағы жолдасының бағалау жүргізіңдер. Дұрыс болса, егер барлық берілген есеп дұрыс болса, 1 деген баға қоясыңдар, ал есеп дұрыс болмаса, бағаланбайды. Біріншісі дұрыс, екіншісі дұрыс. Жақсы, іштей балдар, іштей. Дауыстамаймыз, өзіміз іштей отырып, бөлімдер егер. Екінші есептің жауабы А-ның 3-ші дәрежесі, бөлімдер L-ның 4-ші дәрежесі. Ал 3-ші есебімізде А квадрат қосылған 2А-ға қосылған В квадрат, бөлімде В квадрат. 4-ші есебіміздің жауабы 0 шығу керек. Егер осындай үй жұмысы шығарып келген оқушылар болса, 1 деген бағында, трансфердің бағалау парағына 1-ді қойып қойыңыздар. Және де бағалау трансфертерінде 1 деген балды алып отырсыздар. Бағалап болдық па? Бағалап болсақ, дәптерлерді жолдастарға қайтарамыз өздеріне. Енді сабағымызда алгебралық өрнектер типі тең түрлендіру тақырыбында біз қысқаша көбейту формулаларын жиі қолданамыз. Солай ма? Олай болса, қысқаша көбейту формулаларын есімізге түсіріп көрейік. Ол үшін бірінші топ. Мына екі формуланы жазады, асықпаймыз, тыңдаймыз қыздар. Екінші топ.
Buna ilk formulanın calğasını yazıldı. Üçüncü top. Buna üç formulanın calğası var. O oluşumunda bu formulların calğası verilgen. Buna birinci және екінші топтан оқушыларымыз келіп, кезектесіп келіп, жалғастырып кете береміз. Магнитпен жалғастырамыз. Ал үшінші топ, мына үш есепті соңында жалғастырып кете береміз. Ал басталуда әр топтан бір оқушыдан келіп, есепті бір оқушыдан келеді. Бір оқушыдан. Ya жалғастырып формуланы көріп болды кете бер. Келесі шағындай формуланы жалғастырып кете беріңдер. Ondan өздерің керек формуланы тауып аламыз, формуланы жалғасын. Біреу ғана жалғастырып кете бересіңдер. Жақсы. Біреуден, келесі топта. Барлығының жауабы осында бар, соны жалғастырып кете береміз. Тұрас, келесі. Біреу ғана, оқушыдан барлығы. Oldu mu baldan? Formalar dürüst mü? Neyle çıkarmaz? Birinci toptuk formalası dürüst mü ekan? Екінші топтың формуласы? Дұрыс. Дұрыс. Екінші есебінің формуласы? Дұрыс. Үшінші топтың формуласы? Дұрыс. Дұрыс. Ай, жарайсың бала. Олай болса ағара есепті сабақты жалғастырамыз. Келесі тапсырма бізде оларды жеке жұмыс болады. Бұл жерде екі есеп берілген бұл карточкада. Yani bir esebimiz bir balda есептесек, екі esebimiz екі bal болып есептелінеді. Buna жерде өздеріңіз таңдамалар енді карточканы. Oldu ballar, есеп шарт болсақ тоқтатамыз. Мына жерде есептің жауаптары берілген. Бірінші жаңағыдай сағат бағыты бойынша алмастырамыз. Сен шығарған есебін мен өткенер, мен өткенер береді. Сағат бағыты бойынша. Алмасамыз. Алмастық па? Бәріміз алмасып болдық қой, ә? Олай мысалы мына жерде есептердің жауаптары бар, сол бойынша есеп шығарамыз. Қай шығамыз? 15-ші нұсқаның жауабын беріп өтейін. Мінекінде қалған қай нұсқа? 8. Судет 10-ші нұсқа екінші судеттің есебі міне дұрыс сөзге бағалау аясында Арыстанның есебі 10. Медеттің есебі бізде екінші медеттің. Осы бойынша тексеріп қасында бағасын алып кетіңдер. Екеуі дұрыс па 2 балл, біреуі дұрыс па 1 балл. Бізде 12, 13, 1 және 9. Осы бойынша тексеріп шығамыз. 9 неше?
bizde 6, 7, nesiga bizde 5, 4, 10. Tekshirib chiqibman. Olay bo'lsa, top boshida janobi o'quvchilarning do'st bag'alovini kontrol jasaymiz. Qanday qilishimiz yana o'zim tushunmagan bag'alov parada belgilab o'tirdi. Nechta tursangiz qo'yamiz. İnşallah sonra do'st bag'alovlar. Nechta to'liq chiqargandan keyin olay bo'lsa, 2 ball Rio qatnashgan bo'lsa, 1 ball bo'ladi. Qani, to'xtashimiz bizga Yakın bal koyup birisi 3 bal doları. Kalau bayakta mı? Olay bu sabah sabahımızın kilesi tapsırmalarını ortayımız. Bizde çok tokşumuzda hazır aldanmaz. Çok tokşumuzda tapsırmalarını taraf bilir. Sen 2 euro. Sen de 3 euro tokşumasında. Saya panggil Şimdi bakar bu yerde sanki istendiriyor. Baykamasınlar mı? Yani eseplerimiz bu yerde sanki istendiriyor. Buna kapsırmalar diğeri. Mesela kaçta bir karar edilmiş ya. Buna birinci eseptin cevabı mesela minus A olsa olay oluşlarını sızıp koşup koyarsın. Mesela ayıpladım diye. Bak, ikinci eseptin cevabı varsa. Üçüncü eseptin bravo olsun. Suratlar, kapsırmalar, cevaplar. Bunlar işte çıkararız, cevabı kaysın. Sen isteyelim, mesela bundan cevap var. Minus ama koşup koyarız. Bu sorayı esepti çıkararız. Sen isteyelim bu şöyle Hasta oldu. Sen dikiyor. Bu cüp tuşumuz anlatılıyor. Esepte çıkararız. Sonra cevap verin, sayı istindesin. Bence daktilerini çıkararız eseptin bardağını. Esepte daktilerini çıkararız birlikte. Cüp tuşumuz gidiyor mu? Arkadaşlar tuşumuz çıkararız. Abi diyor, çıkararız mı içeri? Bırak değil mi cevap verin? Tamam. Daktilerini alıp çıkararız eseplerimizi. Daktilerini alalım. Esep çıkararız. Bakın, esep çıkararız. Bunun doğru cevabı sayesinde de bırakırız. Tömege ince karayım slaytla. Ben cevap kalayı bulurken, birincisinin cevabını. Kuruluşlarında her kaysı turayına sayesinde birincisinin cevabı. Nereye buldun? İkincisinin cevabı. Ne kuruluşun? Üçüncünün cevabı, yani dördüncünün cevabı. Ve o benim teksiyatçınızda. Bu yerde bizde dört ballık bağlamayın bilgini de 4 yönde dört sayı istedirseniz 4 bal, 3 yön dört tapsanızlar 3 bal, 2 yön dört tapsanızlar 2 bal, 1 yön dört tapsanızlar 1 bal. Kapsol boyunca teksiyip çıkarız. Yani top başlar, bağlamı koyup oturarız. Еще дұрысымызға 3 балл топ жұптасымызға апай оқушыларға жаңағы 3 балл береміз. Яғни транспортпен жылжытып отырамыз. Қанша дұрыс болды жастар? Біреу дұрыс емес, 3 дұрыс болды ма, олай болса 3 баллдан береміз. Сендерде барлығы 34 пай. Senderde top başı kalay bu batır. Nişe
çıkardık. Bir şey ödürsün olsa kesinlikle. Sayısında bir şey ödürsün olsa. İşe dürüst olsa mı şu pay veririz? Kızlarken 2 yıl dürüst olmasa kesinlikle olabilir 2 yıl. Şimdi transportörde bağlı şkolasında 2 çalıştayımız 2 bağlı. Yani top başta bağlı yapacağımız için. Bak o kadar. Sizce diye. Ha? Türkiye'de dürüst olmalı. 2 yıl dürüst olmalı. Jaksa onda bağlı bakla parayla gelip çıkarız. Yani transportörlüklerine bakla parayla 2 yıl çalışıp koyarız. Jaksa olay olsa biz kelesi кезеңге өтеміз табарымызды. Бұл жерде бізде топтық жұмыс болады онда. Топтық жұмыс болған кезде қараңыздар. 3 topқа 3 topқа сағат берейін. Қазір түсіндіріп өтер бағамыз. 3 topқа қараңыздар. Бұл партия әдісі деп аталады. Жерде, мысалы айтайық, бұнда сұрақ берілген. Қараңыздар, сұрақ беріледі. Командамыз білмейді, сұрақ беріледі. Бұл есепті дәптерін отырып шығарасыңдар. Жауабы келесі парақтан жоғары жағына тұрып, былай жалғасып кету. Мынау сұрағы, есебі, мынау оның шығарғандағы жауабы. Мынау не бізде? Сұрағы. Ердің жауабы қайда болады? Келесі бір парақта болады. Көресіңдер ма? Біз осы есептен бұл топтыға топ бойынша шығарамыз жұмысты және мынаның барлығын желілейміз. Ретмен бұл жалғастырып желілеп шығамыз. Жақсы болды сәттілік. Бастаймыз. Топтағы оқушылардың белсенді қатысушыларын қараймыз. Nasıl ki? Шығарамыз есепті. Есепті шығарамыз. Осы жауабы қайсысы екен? Дәптерге отырып шығарамыз оларды. Дәптерге шығарамыз, есепті шығарамыз. Дәптерімізді аламыз, есепті шығарамыз. Ол есепті шығармай жауабын қайсы екенін білмейміз ғой. Есепті шығарамыз. Есепті шығарамыз. Топ başı әр оқушының белсенді қатысқан, есеп шығаруға қанша атсалысқанын қадағалап отырамыз. Ya, dileyimiz de cevap durduruştuğuna kadar ortada çıkarmışız. Бірінші сәйкес келетіндер. Дұрыс емес пе? Haritalı birinci yönde.
бар. Қазір мына екінші және үшінші топтың оқушыларын күтеміз кішкене. Birinchi top aldık kızlar. Dostlar esipte olduk mu? Olay olsa men taqaga bu dұрыс жауабын көрсетемін. Mine bardağının esiplerin bulaşı керек еді. Көріпті ме? Осыдан сәйкестенді, қазір бағалап жүрген 3 баллық бағалаумен жүреді. Сәйкестендіріңіздер. Көріпті ме, я? X квадрат деп басталатын есебіміз. Cevabı ne olacak? Kaç kvadraт деп басталатын cevabı ne? Осылай сәйкестеніп жүріңіздер. Ben burada oturup da жақсы. Жарайды онда ол балалар 3 балдық бағалаумен бағаланады. Олай болса, бірінші топ барлығы дұрыс екен. Олай болса 3 балл. Топ басшысы енді топтың қатысқанына қарай бағалау жүргізіңіздер. Кеттерде екі жапырағы ауысты ма? Жақсы, сіздер олай болса 2 балл болады. Жансая топ мүшелерінің белсенді қатысуына қарай, есеп шығарғанына қарай бағалап жүргіземіз келісіп отыр. Bizde de solay oldu mu? Onun sizlerle de orada 2 pay verildi. Toplum esip çıkarmasına katışında orayı, bu 2 balda bakalım жүргіземіз. Құрметті оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Топ басшылар, тобымыздағы оқушылардың жинаған балын айтып өтсек, бірінші топта. Бірінші топта Бадираев Медет 8 балл, Мамалы Арстан 7 балл, Иса Сүндет 7 балл, Қамбар Қабан 8 балл, Нұралы Меруерт. Болды, жақсы. Келсіз не болмады, бағалау трансферттеріне ейлеп шықтық барлығымыз. Екінші топ басшы Жансая. Топтағы оқушылардың балын айтып өтсең. Аңнарсана балгер 7 балл, Айбір Айқын 7 балл, Кемал Тархан 8, Пемен Әзерке 7, Махмұд Сәй 9. Жақсы. Үшінші топ. Жұлдыз. Асан Жұлдыз 8 балл, Дәуіт Баумыр 8 балл, Иса Жұлдыз 9 балл, Кәппен Меруерт 8, Түйбай Әсем 7 балл. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Ол үшін сіздерге қазір оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Қорытындылардан алдын үйге тапсырма, кітабымызды ашамыз. Үйге 6-95-ші есепті үйге шығарып келеміз. 481-ші беттегі 6-95-ші есепті үйге тапсырма етіп аламыз. Сабақта қорытындылар үшін бізде TikTok әдісі деген әдісті қолданамыз. Ол үшін міне тақтада көрініп отырғандай, 16 айтарым бар, достарыммен бөлісемін, есімде сақтадым. Міне алдарында смайликтер бар, кез келген осы өздеріңе
tanglagan smaylikni olib kelib taxtaga jabstiramiz. Bir shtokkani ishlab ikkinchi shtok jabstiramiz. Üçüncü ştok jabstiramiz. Olay olsa bunu sabahta ayaklarımız, sağ sağlıklı olursa.